балалар. Балалар, әдепті балалар қандай болу керек? Әдепті балалар әдепті сөздерді үнемі қолданады. Дейсіңіз. Сәлеметсіз бе? Рахмет. Сау болыңыз. Балалар, сыпайылық туралы мақал-мәтелге сөзге түсірейікші. Сыпайылық жоқ жерде сыйластықта жоқ. Кіші пейілді, кісі көркі. Пейілдің кеудесі асық. Балалар, бүгін біз дәрігер мамандық туралы ойын ойнаймыз. Ойын барысында өздерін айтқан сыпайылықты танытуға ұмытпаймыз. Балалар, дәрігер туралы білімдерімізді есімізге түсірейік. Дәрігер не істейді? Адамдарды емдейді, адамдарды қарайды, тәрбиелейді. Адамдарды тексереді. Ал балалар, сендер дәрігерге барып көрдіңдер ме? Бардым. Ауруханада бардым. Балалар, бізге құлақ не үшін керек? Есту үшін, тыңдау үшін. Жарайсыңдар балалар. Балалар, біздер құлақты күтуіміз керек, солай ма? Қалай күтеміз біздер құлақты? Суықта бас киімді жүрген. Өте тамаша. Қатты дыбыс тыңдамау керек. Дұрыс айтасыңдар. Құлақты таза ұстау керек. Балалар, ендеше біздер қазір құлақ дәрігері ойынын ойнаймыз. Ойынымызды бірінші ойнамас бұрын, балалар бізге медбике, дәрігер, науқас балаларды бөліп алуымыз керек. Біздер бірінші манағы санамаға бөлінуге Кетті домалап, өзен бойы жағалап, кім аманы табады, сол ойынан шығады. Шық, алманы жүріп шық, аманы табады, сол ойынан шығады. Шық, алманы алып жүгіріп шық, алманы алып жүгіріп шық. Келесі науқас көріңіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Неге маған алып тұрмыз? Менің құлағым ауырып тұр. Бүтінен орныққа отырмызшы. Құлағым аздап қызарып тұр екен. Мен не істеуім керек? Суыққа шықпамыз, құлағымызды жылытамыз. Қазір дәрі жазып берейін. Мен жазып берген дәрісті уақыт ішіміз. Рахмет сізге, сау болыңыз. Сау болыңыз, ауырмаңыз. Науқас көріңіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Сізге не болды? Музыка тыңдадым. Құлағым ауырып тұр. Қатты дыбыс құлаққа зиян. Енді ондай дыбыс тыңдамаңыз. Отырыңыз, сізге дәрі жазып береді. Жазып берген дәрімізді уақыт үшін. Рахмет, сау болыңыз. Енді ауырмаңыз. Балалар, дәрігер қандай болады? Сыпайы. Жақсы. Көмектесті. Балалар, науқастар қалай сөйледі? Сыпайы. Рахмет. Сау. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгін бәрін өте сыпайы болдыңдар. Дәрігер адамдарға көмектеседі. Біз де бір-бірімізге көмектесіп жүрейік, балалар. Деніміз сау болсын, аспанымыз ашық болсын.